өзім алайын деп 4 кредитім бар басымда. Сен алмадың ба? Қолдышты жалағын келесін қоймыз басын. Егер келдік ау дейм. Қорқайым соншама көтенім жабыла құру. Қолдышты жалағын. Жүріс жаман ғой. Адам өтіретін жүріс қаман жүрсі. Келедір. Ойбай, өлсек! Сен өлтірсеңдер шал. Ал, шал болдың ғой елки-бұлки, сұрақ қойсаң өлесің, сұрақ қоймасаң өлесің. Менің аузымды бір қойы, әкім көкенің өзі жабылмаған. Түсінің ба, ұқтың ба, өлтірсең өлтіріп баса. Ұқтың ба, ұқпадың ба? Өлтір, асып өлтіресің ба, суға батырып өлтіресің ба? Өлтір. Бір қойдың етін жегенде терлемейтін. Әкеңнің аузысы келіп мына горох жейдім, көтім ететін терлеп кетті ғой. Тұршы орнай, мәдея, тұр. Өлтірсем, шаптасың ба? Өлтір, Сендер бар ғой. Өлтіретін шығарсың. Әңгіменің елдік сөзіне ел. Сонша қорыққандарың не? Мынау тіптен столдың астына кіріп алды. Қорқан семьясымен қорқан. Өлімнен қорықпай келгендеріңе қарағанда, сендер екеуіңе ақша керек болды ғой, Солай деңдер. Жарайды. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені. Біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері. Айтайын енді, күш алып менде, отыра бермей, түс алып төрде. 300-ді тонап, желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Біздің ауданды көркемететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Біздің ауданды көркемететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Нышан, сендер кухняда жұмыс істей тұрыңдар. Мен ана залды жақсылап әктеп шығайын. Ертең депутат болсаң, құтты болсын айтып келетіндер бар ғой? Өте орынды. Тек залды емес, бүкіл үйді ақтап шық. Зато біз масле новый офиста отыратын боламыз. Новый офисқа ақшан қайдан алдыр? Машина келіп қалды.
бүгін ет салшы, ет жейік. Қайдағы ет? Еттің ақшасын запчасть алған жоқсың ба? Ет деп қояды ғой. Көп отта берме. Ет ал, бүгін қаз жейік. Қаз алайын ба, ет алайын ба? Не алайын? Өзім ал. Ала бер. Ет жеміз бүгін. Рахмет. Ербол. Сен. Нышан аға. Компьютердің клубтан не істеп жүрсің? Айналайында жұмыс істемейміз ау. Жіберіміз не істеп? Бұл компьютерный клуб емес, бұл біздің жаңа офис. Біздің офис ба? Иә. Біздің офис? Қыздар, жігіттер, келе қойыңыздар. Қыздарға біздікі ма? Бәрі біздікі. Арнайы біз үшін Қазақстаннан ең мықты мамандарды алдырдық, таныспайыңыз. Айдана, біздің пиар-менеджер. Өте қуаныштымын. Рейтингті өсіретін қыз. Мына қыз точно біздің рейтингімізді өсіреді. Пресс-секретарь, Нышан аға. Пресс-секретарь Асель. Өте қуаныштымын. Обязательно қыз пресспен керек бәле. Және айтишник Ербол. Айтыскер бауырым! Мен ақындар жақсы көрем ғой. Жоқ. Кіммен айтсай деп атты? Жоқ, бұл жігіт интернеттің маманы. Майын ішкен, не керек бәрін тауып беріп отырады бізге. Оны айтшы, маған бар ғой, ең арзан бағамен Нексияның шарабайын тауып берсін. Сіздер боссыздар? Жақсы, оны тауып аламыз. Енді қараңыз. Мықты маман Петербургтан алдырған арнайы бізде имиджмейкер бар. Ешқашан кешікпейтін жігіт деп естідім. 3 секунд қалды. 3, 2, 1, 0. Мари. Константин, сіздің клиентіңіз Нышан Пшанова. Для вас можно просто Костя. Ой-о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 й, вы что? Разве так можно человека запускать, а? Работы много предстоит. Значит так. Для начала давайте сменим стиль одежды. Согласен. И... усики надо сбрить. Почему? Да потому что усы в политике – это к беде. Я приведу пример. Сталин, Гитлер, Лукашенко, ну и вот, Касанов. Мынаған айтшы. Бұл Шоқаның, Ахмет Байтұрсыновтың, Сәкен Сейфуллиннің, Мұстафа Шоқайдың, Шоқан Уәлихановтың және менің мұртыма әйтпесе шапкасын айландырып жіберем. Воу, друз. Усики, да кусики. Лучше оставить. Дадан, қалай? Совсем другое дело, мой дорогой. Материал жақсы екен ма, иә? Конечно, это же бренд. Клаудио Жонери. Біздің қатын не әкесі соны ие береміз ғой. Қалай, ең нормально отыр ма? 10 мың теңгеге тағы біреуін алу керек екен, ә? Жаңа, дұрыстап қараңыз. 100 мың! Ялки-палки! 100 мың ба? 100 мың! Дұрыстап қараңыз. Жаңа, дұрыстап қараңыз. Немене ма? Нексияның пробегі ма не? 1 миллион! Есің дұрыс па сенің? Депутатсыз. Оғанда Нексия аласылар да, таксиге қоямыз, зато күніге 4 мың ақша түсіп тұрады. Дурак. Надо ғой. Ұнады, иә? Можно? 2 косима. Екеу! Басты істеймі сене? Екі такси күніге 8 мыңнан есептеші. Костя! Знай! Нексия! С маслом! Мади, вы можете объяснить? Нам не нужна агрессия. Нам нужно благородство. Пожалуйста. Нышан аға, бұл UFC емес қой, бұл сайлау. Бұл фотоңыз ертең бүкіл журналдарға кетеді. Сондықтан басқаша түсе аламыз ба? Мен бір ғой, мектеп бітіргендегі сурет бір ғой, дәл осылай түскен ғой, сен қатын қызыңда қазір сурет тап келеді. Дәл осылай түскен мен бұлай. Нышан аға, мен... Еркін. Жарайды, түсіндім. Көрейік? Так? Конечно. Работает. Молодчина. Молодчина.
Пошел, депутат. Включай зверя, включай. Ну где красивый танец? Ну, смотри, элементарно. Левая ягодица, правая ягодица. Кетші, қатын сияқты мой. Это же элементарно как танец. Ну, Шашып кеттің бе, шашып кеттің. это же как танец, Дышанчик, это элементарно. Я покажу тебе и помогу. Пошли вместе. Раз. Ты прости, Костя, а? Он не специально, он такой импульсивный сам. Да не переживай, Мадиджан. Я профессионал. Я когда у Кадырова работал, не такое видел. Так что пошли работать. Нам еще много дел предстоит. Вы в Инстаграме есть? Есть. Душан, таксист называется. А это что такое? Там подписчики есть? Ты что, брат, 19 человек? Можно посмотреть? Фу, ужас. Что смешного? Это разве Инстаграм? Профиль, обои, аккаунт, все нужно менять. Все, меняй только телефон не меня, пожалуйста. Не переживай, Нишан. Сейчас все сделаем. Казар. Мадижан, тіл шықпаған бала сияқты. Бұдан басқа жұмысымыз жоқ па, айналайын? Бұл дикцияңызға керек қой. Сонда менің дикциям жоқ па? Біздің қатын бір ғой, мен залда телевизорға отырғанда біздің қатын көршінің бір көршінің қатынымен әңгіме тоғып отқанда өсек ай қатын дегенде 5 секунд келеді ғой, сонда менің дикциям жоқ па? Нышан аға, маман есім. Ну как, Костя? Шанж. Да это идеально просто, идеально работает. Вот. Ха-ха, красава. Ну вот, я говорю, вот так, мужчина. Вот он, хаскр. Вот так, Нышан еркек. аға. Ой, извините, минуточку, можно? Ага. Ертеңген Жылқышыбайдың өзі звондады. Жылқышыбайдың? Иә, өзі звондады. Жылқышыбайдың өзі? Иә, өзі. Журналист? Иә, ертең түсте интервью. Менімен ба? Иә, Тікелей эфир? Тікелей эфир. Ол сұрақ қояды, мен жауап беремін. Иә, отыр. Yes, мен береш. Бұл партия үшін үлкен мүмкіндік қой. Қалай? Ё-моё. Бұлай ма? Ой, сен тур кинодағыдай киініп алыпсың ғой, Антонио Бандерас болып тұрсыз ғой? Атасы қандай? Ұстама, бұлғайсың. Бұның материалы сенің өміріңнен қымбат. Қойшы, ары кетсе бір 35 мың тұратын шығар. Қайдағы 35 мың? Енді 45 мың тұрмайтын шығар енді. Бір грамм миың жоқ. 2 миллион тұрады бұл. Қанша? 2 миллион. Осы сенің бар ғой, иногда миың істемей қалады, одан да 2018-ің дыңдай нексиясын алып алмайсың ба? 1 грамм миың жоқ қой. Депутаттар осылай киініп жүру керек. Отыр берме бір тамағын пісірші, мен бар шешініп келейін. Ой, бой, жүдә әшейінде диванда аунап жататын. Киім киіп алып шешінем депсің ғой, ноби. Біз өсуіміз керек, біз мәдениетті болуымыз керек, біз тоқтап қалмауымыз керек. Алға, Қазақстан! Енді хотя бы аяқ киім шешпейсің ба, не мынау? Мына туфли, есіңде ма сен төркініңе біз ғана не беріп едік қой? Қалың мал. Содан бір қоя миллион есе қымбат қой. Бар сен оттай берме. Тамақ пісірсе. Қазір дайын уже. Жан, Сом. әкелдің ба? Жоқ, ай 98. Ай 92-ның есі онша емес. Бірдей сияқты. Дәл өзі. Жан, сен сондай романтиксің, рахмет. Пойдем, 100 грамм тартайық та, ұйықтайық. Тартайық деген несі? Пирог пісіреміз? Кетті кухняға. Осы 98-ің бар ғой, вообще есі. Самат тамақ ішті ме екен? Ол Самат деген. Зураш, ұлымызды айтам ба? Табақбек па? Қайдан білейін? Зураш, осыны қашан қоясың? Өзін азан шақырып қойған есім бар емес па? Қатты айтсам кешірім сұрайын. Біз өзгереміз керек, мәдениетті болуымыз керек. Рас айтып отырсың бе? Сонда мен бірдеңе дұрыс айтпасам ұрмайсың ба мені? Зураш, мен қашан ұрдым? Қашан қол көтердім? Мен үстіме маса отырып, қанын ішіп атса да шыдап отыра беретін адаммын ғой. Ой, мынауың жақшаң алып қой, жұмаймыз ба? Иә,
Саматты алып алып, ертең үшеуміз ресторанға барып тамақтанайық. Мен қазір срочно жұмыстарым бар. Мен кеттім, кешірім сұраймын. Шайың керемет болыпты. Мынау ауырып қалған жоқ па? Міне, Нышан аға, алыңыз. Бас қобалжымаңыз, уверенно осы жауаптар бойынша сөйлей беріңіз. Түні мен ұйықтамадым, жаттадым ғой. Жақсы, онда бір қайталайық. Мысалы, мынандай сұрақ. Нышан Пішанұлы, сіз неге партияның атын Ұлы Дала деп қойдыңыз? Негізінде мен 3-4 жылдан бері ойда жүрген нәрсе. Биыл сайлауға түсіп, депутат болам деген ойым бар. Нышан аға, демей, былай смело айта беріңіз. Болды. Мен негізінде бір ойы, не қыламыз ол халықты алдап, бәрі халықты алдап жүр да. Біз айтекті мұнан, аяқ астынан болған нәрсе деп, не қыламыз халықты алдап? Нышан аға, кейде болашақ үшін бір азғантай өтірік айтуға тура келетін кездер болады. Саясат қой. Оның үстіне осының бәрі халық үшін ғой, Нышан аға. Сенікі де дұрыс шығар. Қайтана инжекторың қайда сен? Ол кешікпейді қазір. Господа, приветствую. Ну что? Какой больше нравится? Этот? Или этот? Екеуі де бірдей емес пе мұна? Как же вы не правы, а? Посмотрите, ведь этот на 2 миллиметра тоньше. Он четче подчеркивает вашу харизму. Гляньте, Мади. Он говорит, у вас классный вкус. Классно. О, Нұреке. Паке, қалайсыз? Жақсы. Сәлем. Бала қалай? Шүкір аман есен, сізді көргеніме қуаныштымын. Да мен туда барып, сюда келіп, сені соғып кетем деп келгем. Факе, енді мойындауда ерлік қой. Сіздер тегіннен тегін келіп жолығып, қал сұрамайсыздар. Я ж говорю, жұмыс қалай? Жұмыс сол қазір. Бұйырса гримнен кейін сұхбат алсам деп отыр. Тағы да столдың. Вот другой адамдарды интервью шақырасың, а мені өкіні шақырмайсың. Ұсталдың деп нақты не айтыңыз деп отыр. Да енді интервью шақырмайсың ғой мені. Кімді шақырды? Қазір өзіңіз білесіз. Ол кісіні өзіңіз жақсы танисыз ғой. Сол Нышан Пішанұлынан сұхбат алсам деп отыр. Знаешь, этот клоун меня вообще не беспокоит. Клоун деп жақсы айттыңыз дейді. Да, клоун. Знаешь, ты знаешь, что он клоун. А я знаю. Вот она тоже знает. После интервью весь Атан пускай знает. Тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға қанша уақыт болды. Дұрыстап қазақ тілін дұрыс меңгерсеңіздер дұрыс болар еді. Атан деген сөз жоқ қой бізде. Атан түйе деген бар. Даже ты понял, что весь Казахстан. Нұрсейіт мырза, кешірім өтінемін. 5 минут қалды. Қазір біздің әңгімеміз қызып жатыр, қазір барамын. Ендеше Нышан Пішанұлынан сұхбат алып, осы орынның клонның яғни бір маскасын шеш деп отырсыз ғой. Вот ты красавчик, все понимаешь. Хорошо ойлайсың. Ну, я тоже пойду. Біз жақсы ойламасақ, сіз келмейсіз ғой. Келемін. Сен мені кел, мен саған келем. Правильно? Сізге барудан Құдай сақтасын. Жақсы тұрып. Мы же друзья. Жақсы. Давай. Аман болыңыз. Не сәлемдеме айтайын Нышанға. Ну, ты там решишь по-свойски, в своем темпе. Жақсы. Жақсы. Джек, удачи. Қайталап айтып өтейін. Бүгінгі сұхбаттас лайктың қонағы Ұлы Дала партиясының жетекшісі, мәжіліс депутаттығына үміткер Нышан Пішанұлы. Сізді көргеніме қуаныштымын. Алғашқы сұрағым, партия қалай құрылды? Неге атын Ұлы Дала деп қойдыңыз? Бұл негізінде біраз жылдан бері ойда жүрген ой еді. Соң биыл сәті түсіп, депутаттыққа түсіп, депутат болсам ба деген ойым ғой. Түсінікті. Ал депутат Нышаннан біз не күтеміз сонда?
депутат нышанан біздің халықтың әл-ауқатын көтеру және де көп жұмысшы жүрген жастардың жұмыспен қамтамасыз ету және ауылға жол салып беру. Тамаша. Осы сіздің жауыр болған сөздеріңізді әкім болып тұрған кезіңізде де естігенбіз. Ендеше видеоға назар аударайықшы. Таксист болып жүріп, бірден әкім болып, мен опыт болған жоқ қой уже енді. Мынаны қараңызшы. Жақсы. Таксист болдыңыз, әкім болдыңыз. Ендігі кезекте сіз мәжіліс депутаттығына үміткерсіз. Ойға барғанда не бітіресіз халық үшін? Әлде өстіп аңқанқ етіп отырасыз ба? Мәди бұндай сұрақ қояды бұл. Оны болашақта көресіздер. Депутат болсам, мен сол кезде өзім көрсетемін. Бұлай сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ал ертең бағыңыз жанып, өтіп жатсаңыз, осы көмекшіңіз Мәдиге қайта-қайта қарап, шын жүректен емес, Мәдидің көмегімен заң шығарасыз ба? Мәди мен бір ғой, шыдай алмайды. Сендер көрдіңдер ма біздің қазағымыздың подвалда тұрып атқан? Базарда контейнерде тұрып атқан көрдіңдер ма? Соны неге айтпайсыңдар сендер журналистер? Өтірік мақтай бермей, 30 жыл болды ғой сендер мақтап жүргендеріңе. Квартирада тұрып атқан кімдер? Үйсіз, біздің қаракөз қыздарымыз кризиске тығып тастадыңдар. Айдың соңында жылап жүрген қазақ. Себебі бәрі қарыз. Елім жерін десе ат тастайсыңдар. Анау пенсияға шыққан аналарымызды, әкелерімізді 30 мың теңгеге қалай күн көреді? Тамақ ше ма? Қыдыра ма? Өздері миллиондап алып жатыр. Средний зарплата 500 мың теңге дейді. Конечно, миллиондап атса 500 мың теңге болады. Маған ана кілтті берген квартираны. Өтірік кілтті. Әлі жүрмін үй квартира. Мен сияқты қанша адам 30 жыл болды квартирада тұрып атқан, соны білесің ба сен? Ана ананас депутатқа барсаң, оңбаған. Квартирада тұрып атқан кімдер? Чоң ба мочит? Қаракөз қыздарымыз кризиске тығып. Жынды бірден айтайын деп жатыр ғой. Жылап жүрген қазақ. Нышанның осындайына ризамын бар. Елім жерін десе ат Что говоришь? Нышан вообще неправильный человек. Конечно, неправильный. Да идиот он. Ананас депутат кім? Ана сондай бар, Афанасьевич деген ағы. Бір ауыз мәңгүрт қазақша білмейді, сондай мәңгүрттерді мен депутаттыққа жібермеу үшін мен депутат болайын деп жатыр. Ұқтың ба? Сіз қазір айтып отырсыз ғой, мәңгүрттерді жібермеу үшін деп. Бірақ сіз қаншалық лайықтымын деп ойлайсыз? Мен білмеймін, лайықтым ба, лайықты емес. Бірақ мен депутат болсам сол жерде тек қазақша сөйлеймін. Ұқтың ба? Қанша дін безген мәңгүрттер толып жатыр. Ертең үлкен кісілердің сөзіне ерік кетпейсіз ба? Еще уақытта, нышан сказал, нышан сделай. Қашан көрдің нышанның сен сөзге ергенін? Қашан көрдің? Енді сіз қазір көмекшіңіздің әрбір сөзін қайталап отырсыз. Жоқ, қателесесіз. Өзіндік мнениеңіз жоқ. Мнением осы. Оны болашақта көреміз. Демек, мен мәжіліс депутаты болсам, осы елге керекті дүниелердің барлығын жасайым, елдің жыртысын жыртам деп отырсыз ғой? Иә. Уәдеңізде тұрасыз ба? Тұрам. Нышан сказал, нышан сделай. Осы жерде сіздің қолыңызды алсам бола ма? Себебі шынайылығыңызды көзіңізден көріп отырмын. Ана билікке 200-лер барағаннан қарағанда сіз сияқты аңғал қазақтың азаматтары да барған дұрыс па деймін. Жириновскийдің қай жеріңіз кем? Қолыңызды алыңызшы. Бұйырса, ойлап қалмаңыз. Сіздің көтіңізге кіріп отқан жоқпын. Бірақ мен сізге дауыс беремін. Мен көтіме ешкімді кіргізбеймін да. Сонымен, құрметті көрермендер, бізде қонақта болған мәжіліс депутаттығына үміткер Нышан Пішанұлы. Әрине, барлық нәрсені уақыт көрсетеді, дей тұрғанмен Нышанның амбициясына өз басым сенемін. Сүймей пендені, сүйіп теңгені,
көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері. Айтайын енді күш алып менде, отыра бермей түс алып төрде. 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Көлтау сар әкім көлді ішіп кетті, сарықтын ішіп оң күшіп кетті. Орнына қаңбақ шал келіп еді, ұзақ отырмай жел күшіп кетті. Маңдайым тауға тасқа да тиді, айтайын деп ем астына тиді. Анталап келген толағай әкім арқалап кетті 5 қабат үйді. Байлық пен билік шалған деседі, одан да жаман қалған көшеде. Әкімшіліктен зейнетке шықты, мыстан кемпірде алдар көседе. Сеніп келеміз ертегісіне, көніп келеміз жер тебісіне. Уәдеде тұрмау, кедейден ұрлау, сай келмейді ғой еркегісіне. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін.